Қалалық әкімшілікте ерекше бір шара ұйымдастырылды. Бұған дейін қаламыздың тұрғындарына қызмет жасап жүретін мемлекеттік қызметшілердің өздеріне құрметке бөленді. Айтатын бір жай, мемлекеттік қызметшілер күні еліміздің көлемінде алғаш рет тойланып отыр. Бұл мереке мемлекеттік қызметшілерге деген құрметтің артуына ықпал етеді. Соған орай 2013 жылы елбасшымыздың жарлығымен 23 маусым мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесі ретінде белгіленді. Осы атаулы күнге орай үздік мемлекеттік қызметші белгісі шығарылды. Өткен жылы осы наградаға қаламыздың экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Бақыт Бәшімқызы Құнақаева ие болды. Біз бүгінгі салтанатты шарада бірқатар үздік мемлекеттік қызметшілерді марапаттайтын боламыз. За трудовые заслуги и профессионализм почетными грамотами награждаются Цай Владислав Моисеевич, помощник акима города. Бейсенова Саулижан Кабдрашевна, заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ города Темиртау. Теміртауда 120-ға тарта мемлекеттік қызметшілер бар. Олардың 36-сы қалалық әкімшілік аппаратында қызмет атқарады. Мемлекеттік қызметшілердің алғашқы төл мерекесі күні бірқатар үздік қызметшілер қала әкімінің мақтау қағазы мен алғыс хаттарына ие болды. Благодарственными письмами акима города награждаются Данинбаев Ирмек Камилович, руководитель отдела контроля жилищно-коммунальных программ. Костюшин Владимир Анатольевич, руководитель государственно-правового отдела аппарата акима города. Салтанатты шарада мемлекеттік қызметке жаңадан келген жас мамандарда ант қабылдады. Мұндай құрметке қалалық әкімшіліктің мемлекеттік құқықтық бөлімінің жас маманы Шалқаров ие болды. Мемлекеттік қызмет атқаруды қоғам мен мемлекеттік тарапына айрықша сенім білдіру ретіне бағалап, Қазақстан халқы алдындағы өзімнің биік жауапкершілігімді сезім отырып, елдің конституция мен заңнамасына сақтауға, халқыма адал да билікпен қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Бүгінгі қаладағы мемлекеттік қызметшілер осы салада көп жылдар абыройлы еңбек ететін ардагерлерді үлгі тұтады. Осы салтанатқа олардың бірқатары арнайы қонақ ретінде шақырылып, құрмет көрсетілді, естелік сыйлықтар табыс етілді. Аркатов Анатолий Петрович. Стаж государственной службы составляет 28 лет. Бывший секретарь городского маслихата. Қалалық әкімшілік басшылығы тарапынан осындай сый құрметке ие болғандардың бірі Ғабит Тұяқов. Ол мемлекеттік қызметке 1975 жылы келіп, 39 жыл қызмет еткен. Соның 25 жылын Теміртау қаласында өткізген. Ғабит Тұяқовты облыс әкімшілік басшылығы да кәсіби мерекесімен құттықтап құрмет көрсеткен болатын. Мен 75 жылы осы партияның комитеті болатын, ол кезде горком дейміз. Сонда келіп институттан бастап 39 жыл қызмет етіп, биыл январ айында зейнеткерлікке шықтым. Қуаныштымын бүгінгі тойдың өзінің ерекше бір той екеніне айта кету керек. Өйткені мемлекетке қызмет ететін азаматтардың бұрын ондай бір күні болмағандықтан, осы былтырдан бастап осы той тойланатынына қуанышты болып отырмыз. Бәрін бүгінгі күнгі мемлекеттік қызметте жүрген адамдардың, сол қызметте келген, жаңа келген жастарды осы үлкен мерекемен құттықтап, дендеріне саулық, бастарына амандық тілейміз. Әр семьяда тек жақсылық болсын, еңбегі бағалана берсін, елге қызмет етсін, халыққа қызмет етсін, отанына, еліне қызмет етсін деп айтқым келеді. Сондықтан да сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстан гүлдене берсін. Қай уақытта болсын Қазақстанымыздың көк байрағы жоғары биікте желбіреуіне тілектеспіз. Қаламыздың мемлекеттік қызметшілері өздерінің алғашқы кәсіби мерекесін осылайша салтанатты жағдайда атап өтті. Бұл осы салада қызмет етіп жүрген жандарға көрсетілген зор құрмет екен сөзсіз.